Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте оңай заттармен жасалатын және уақытты алмайтын, жүмсақ және құрғақ болмайтын іші, яғни сочный болып пісетін, яғни ылғалды болып пісетін пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетіңіз. Видеоны соңына дейін толық қарап шығыңыздар. Алдымен бізге осындай жұмыртқа, сүт, қант, сұйық май, разрыхитель және ұн қажет. Яғни осы ингредиенттердің барлығын мен описание бөліміне жазып кетемін. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды осылай жарып аламыз. Үстіне өлшенген шекерімізді салып, венчиктің көмегімен немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Егер венчикпен араластырсаңыздар, сіздерде уақыт көп кетеді, қолдарыңыз талып кетуі де мүмкін. Сондықтан миксермен араластырғандарыңыз жөн. Біздің массамыз әппақ болып, 2 есе ұлғаю қажет, яғни қантымыз ерігенше араластырамыз. Міне қыздар, көрдіңіздер ме, осындай әппақ үлпілдек болып шықты. Енді осының үстіне сұйық майымызды және сүтімізді құйып, тағы бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Яғни енді осының үстіне құрғақ құрамдарды қосамыз. Ұнның үстіне разрыхительді қосып, яғни осындай електің көмегімен ұнымызды 3-ке бөліп араластырамыз. Бірден ұнды салуға болмайды, біздің массамыз көтерілмей, яғни пирогымыз жабысып пісетін болады. Яғни қазақша каналдың дамуына аз да болса да үлесімді қосам десеңіз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Қоңырау белгісін бассаңыздар, менің видеом бірінші болып сіздер көре аласыздар. Міне 3-ші ұнымызды саламыз осылай толық. Енді осыны жақсылап араластырып шығамыз. Дәл осы рецептпен пісірсеңіздер, сіздердің пирогтарыңыз өте әдемі және дәмді, сочный болып шығады. Жақындарыңызды қуантып, шайға тәттілер пісірсеңіздер болады. Міне осылай болды, әбден араластырамыз. Міне көрдіңіздер ме? Массамыз не қою, не сұйық емес болды. Енді бізге венчиктің көмегі қажет емес. Осындай лопаткамен жан-жағын жинап алып, тапамызды дайындап аламыз. Мен осындай пергамент бумағын төсемей, фольганы төсеп алдым. Ешқандай да жабыспайды, қорықпаңыздар. Енді біз массамызды осы тапаға құйып шығамыз. Менің тапамның размері 22-ші размер. Осылай барлығын құйып шығамыз. Енді сіздерге бір секретті айтып кетейін қыздар. Осы күйінше салсаңыздар, егер де сіздің пирогтарыңыз піскен уақытта төбесі шошиып кетеді, қыздар, Енді бізге менің сіздерге айтатын секретім, осылай массаны құйып алғаннан кейін оңнан солға, солдан оңға қарай осылай ұрып аламыз. Біздің ішіндегі ауалары бетіне шығады. Көрдіңіздер ме, менің пирогым 180 градуста 30-35 минутта пісіп шықты. Суыған әбден күтесіздер. Суығаннан кейін пышақтың көмегімен жан-жағын ажыратып, осылай қалыптан шығарып аламыз. Көрдіңіздер ме, менің пирогым бір қалыпты пісті, төбесі шошайған жоқ. Осылай пісірсеңіздер болады. Енді кесіп, мен сіздерге ішкі жағын көрсетемін. Міне көрдіңіздер ме, өте үлпілдек, жүмсақ, ауызда еритін осындай пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.
өте дәмді шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып қоңырау белгісін басып кетіңіздер.